Кім соңғы кезде қандай алаяқтық схемаға алданды? Күйеуім екеуміз квартира қарадық. Бір үй ұнап хабарластық, бос деді. Алдын ала ақша сұрады. Біз барғанда төлейміз дедік. Келісті, адрес берді, есік алдында код бар деді. Ақшаны жіберген соң код айтам деді. Сосын Билайнға единица қылып салдырды. Бәрін істедік. Сонда код та жоқ, пәтер де жоқ. Алаяққа жеп қалдық. Ресторанда жұмыс істедім. Сол кезде телефонға бір жігіт гүл алып қойған едім. Менен бірінші келе жатыр деп күтіп алуымызды өтінді. Келістік, алайда 10 мың теңге төлей салыңыздаршы, 15 мың теңге әкеліп берем дейді. 5 мың теңге пайдасын көресіз деді. Причем ақшасын гүлді әкелген соң емес, удаленно басқа банктың картасына жіберу керек екен. Далада терминалдың қасында бір ата тұр екен. Балам ауырып жатыр, мына ақшаны саған қолма-қол берейін, сен картаңнан аударып берші деді. Мен терминалдан өз ақшаңызды салып берейін дедім. Асығып тұрмын деді, сеніп аударып бердім. Сосын сол ақшамен дүкенге барсам, жалған ақша екен. Криша кезет арқылы пәтер қарадық. Ұнаған вариантқа хабарластық. Телефонды әйел адам алды. Фонда телевизор, бала-шаға дауысы, бәрі шынайы сияқты. Я бос, бірақ бұрын төлеңіздер, құжатымды жіберемін деп сендірді. Сеніп 200 мың теңге жібердік, содан кейін жоғалып кетті. Телефон алмайды, жауап бермейді, басқа номермен жазсаң, сол сценарийді қайта бастайды. Жұмысқа тұрғым келді, Каспи арқылы вакансия таптым, жалақысы жоғары. Жұмыс берушімен офисте емес, үйінің ауласында кездестік. Сырттай қарағанда бәрі қалыпты сияқты. Келесі күні медкнижка керек, тез бір күнде деді. Өзі 36 мың теңгеге жасап беремін, таныстарым бар деп ұсынды. Келістім, ақшасын бердім. 3 апта өтті, жұмыс жоқ, ақша жоқ, медкнижка да жоқ. Сізге гүл доставкасы келіп тұр дегенде, бірден кодты айтып қойдым ғой. Мен ойланбастан кодты айтып қойдым. Декретте отырғасын ба, гүлге мәз болып кеттім. Күйеуімнен шығар деп ойладым. 20 минуттан кейін Иговтан хабарласып тұрмыз деді. Олармен жарты сағат сөйлестім. Почти заявление жазып қоя жаздадым. Сөйтсем ол кредит алуға рұқсат беру екен. Бақытымызға орай күйеуім келіп тоқтатты. Әйтпесе бір бәле болатын еді. Қазір күлеміз. Бір үйде тұрып, саған доставка жібермеймін ғой дейді. Өз оқиғаңызбен бөлісіңіз, тіркеліңіз.